Достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Teleport Pro Max курсының 8-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен мен жақында ғана өзімде стористе бөліскен керемет видео переход үйрететін боламын. Ол яғни сіздер кез келген видеоны аниме стиліне айналдырып, одан кейін қайтадан өзінің видеоның қалпына келтіріп, осындай переход арқылы күшті ақпарат жинауға болады. Қазіргі уақытта TikTokта именно осындай переходтарын жасау өте қатты популярны болып жатыр. То есть TikTokта обыкновенно осы 3 ай бұрын бастаған аккаунттар осы TikTokта осындай видео переход арқылы ең кемінде 100 000, 200 000 просмотрмен мықты охват жинап жатыр. Яғни сол сияқты сіздер Инстаграмда да болсын, кез келген әлеуметтік желіде жақсы охват жинауға болады. Именно қазіргі уақытта Teleport Pro Max мен курсын специально осындай TikTok пен Instagram қатты тренд болып жатқан және мықты переходтарды сіздерге көрсетіп отырмын. Енді бүгінгі давайте өтейік. Қазір бірінші көрсетейін, қандай видеомен сіздерге үйрететінімді. Мысалы, мына видеоның алдында қойдым мен, қараңыздар. Міне, көрсеңіздер, бұл видео обыкновенный, просто мен былай келе жатқан видео, неде секірем, и потом қайтадан түсемін да, уже кете берем да. Енді бұны қалай түсіреміз? Бұны түсіру үшін ешқандай қатты қиын емес. Телефон там штативке қоюды қажет емес. Прямо қолмен алып, бір адамға айту керек, секірсін, бір движение істесін. То есть именно осындай бір движение істеген моменттерде сіз қатырып қоясыздар, сол жерден скрин істей аласыздар да, кейін оны фон алып тастайсыздар. Енді қазір соны көрсететін боламын. Мысалы мен міне исходный файл, оригинал файл, түсірген файл ол мынау. Міне обычный андай файл, тұрам. Міне секірдім, болды. Все, мына жерде переходпен ана переход білесіздер, өтіп кететінді. Осымен істелінеді. Так, дальше одан кейінгі кадр ол мынау. Тоже басқа локацияда уже мен секіп түсем. Міне қазір неде жасап жатыр. Міне қараңыздар. Хоп, үстіп түседі иә, міне. Осында екі кадр бар. Біз осы екі кадрды қосамыз, бірақ ортасына бағаның аниме переход қосамыз. Яғни мультяшный переход қосамыз. Енді давайте қазір мен бірінші не істейміз? Видеолипқа кірейік. Видеолип, CapCut без разницы, бұл приложение, бұл видеоны любой приложение істеу, потому что бұған қатты эффект ешқандай керек емес. Видеолиптында, CapCutында, InShotында, там KineMaster, любой бұған тек қана қиып кесу ғана керек болды. Басқа ешқандай бір эффект, хромакей ештеңе керек емес, маска да керек емес даже. Элементарный қиып кесумен жалғау арқылы істелінеді. Просто оны қалай істелінетінін сіздер білсеңіздер болды, мықты бір керемет видео шығатын болады. Так, давайте мен бағанағы таңдап қойған файлдарымды алайын. Қазір міне сабақтар деп тұр. Так, міне бірінші файл, екінші файл и мен музыкасын аламын. Міне келді, секірдім, түстім, міне қараңыз, енді осы жерді біз қиямыз. Так, міне келді, секірді примерно. Міне осы жеріміз қиямыз. Все, мына жерін скрин істейміз. Қазір міне қидым. Кішкене артқа жүреміз, мені көріп тұрсыздар ғой, үлкен экран қыламыз, мені. Осы жерді бүйтіп скрин қылып аламын. Мені көрдіңіздер ме? Скрин болды. Все, кетті. Енді осы скринді біз аламыз да, мынандай керемет PixArt деген приложение бар. Бұл Android-қа да болады, iOS-қа да болады. Бұл приложение арқылы біз бағанағы скрин жасалған фотомызды, видеодағы фотоны біз аниме стилінде эффект береміз, фильтр қосамыз. Ол үшін таңдап аламыз жаңағы скринді. Мына жерде міне тура астында тұр, міне эффект деп тұр, осыған басамыз. И мына жерде мысалы өздеріңізге ұнаған таңдайсыздар, мысалы мынаны таңдау мүмкінсіздер, мысалы мынандай, любой болады. Мысалы маған ұнайтыны өзіме мынау Nightcore деген стиль, яғни аниме стилінде. Міне осы. Все, мына жерде применить басамыз, далее и сохранить. Загрузить фото. Енді осы сохранить етіп болған кейін сіздердің фотоларыңыз уже галереяда фотоның ішіне тұрады. Енді істейміз, бұны біздің артындағы фон алып тастау керек болады. Фонды алып тастау үшін мынандай керемет приложение бар. Magic Eraser деген, егер сіз мен бұрынғы курстан оқысаңыз, осы приложение туралы айтқанмын. Бұл приложение кез келген фотода, именно фотоға арналған картинкада артындағы тұрған фонды кәдімгі бүйтіп точечно кисточкамен бүйтіп өшіргішпен алып тастау. Бұл Android-қа да бар, iOS-қа да бар, екеуіне де бар. Play Market-тен табасаңыздар болады, немесе iOS-та да бар. Кеттік, кіреміз ішіне. Так, неде қазір басына кішкене реклама шығады, оған мән бермейміз, тегін қолдана береміз. X-ті басамыз. Все, не еттейміз, неде қайтадан фото таңдаймын.
міне жаңағы нені аламын, міне көрдіңіздер ме, мынау. И біз как только осыны алған кезінде бізде мына жерге уже скриннің форматын білесіздер, ол мында широкий болып тұрады да, ұзын болып тұрады. Ал бізге именно сториздың форматы керек, бағанағы видеоға сәйкес келу керек. Ол үшін мына жерде міне формат таңдау деген бар. Осы жерде мен өзіме 9:16 деген кәдімгі сториздың форматын таңдап аламын. Міне видеом бірден, фотом бірден жақындап өз келетін болады. Готовын басамыз. И ары қарай уже біз өшіргішпен арттағы тек қана мен өзімді ғана қалдырам, картинкада бүкіл фонын бәрін алып тастаймыз. Мысалы өшіргішке басамыз мынау. Так, міне стереть басамыз да и бүйтіп өшіре беремін. Көрдіңіздер ме? Аны можно толщинасын көбейтуге болады астында процентін. И бүйтіп өшіре бересіздер. И полностью үстіне каждый деталін бәрін өшіп шығасыздар. Полностью. Вообще ешқандай фон қалмау керек. Егер мынаға сыймай қалатын болса, қайтадан ненің пипетканың размерін кішірейтіп аласыздар бүйтіп. Міне мынаны бүйтіп үлкейтіп аласыздар и мына жерлерін тазалай бересіздер. Уже бәрін өйстіп отыр. Примерно бір 10-15 минут жұмыс кетеді. Менде уже мынаны алдыңда тазалап қойған вариант бар. Мен сразу соны аласың, потому что мұнда енді тазалап уақыт кетірмей қойын. Жақсы ма, менде уже осы сақталған фон алып қойған картинкам бар. Ол менде міне тұр. Міне мына картинка міне. Фон алып қойған, міне дайын тұрған картинка бар. Осыны мен алып салып қоямын. Так, видеолыққа енді жаңа картинамызды алайық. Все, мына скрин болды ғой, жасап қойдым уже. И бағана картинка аламыз. Ол картинка менде қайда кетті? Так, міне плюсті басамыз. Міне картинканы алдым, қойдым. Бұл картинка. Енді бұл картинканың артына, фотоның артына бізге фон керек. Фонды енді как-никак мен стиль мына жерде аниме болғандықтан, мен просто обычный интернетке кіреміз да. Интернетке кіріп, мысалы жазамыз аниме город десек болды, шығады сразу. Город. Городқа басамыз. Так, мен де қазір интернет өшіп тұр. Wi-Fi қосып жіберейін. Все, аниме город дейміз. Міне загрузка кетті. Картинкеге басамыз. И мына жерде қараңыздар, қаншама городтың түрлері бар уже сіздер. Өздеріңізге қалағанын ала бересіздер. Любой город таңдай бересіздер. Мынандай бар. Мынандай бар. Любой жерде міне. Именно мультяшный, анимешный бізге осындай бір қала керек болады. Мен уже алдын таңдап қойғаным бар осы жерде. Бұны таңдау үшін ұстап тұрасыздар фотоның үстіне, қолмен басып тұрасыздар. Добавить фото деп шығады бүйтіп. Все, сізде ана бірден уже галерея сақталды. Менде таңдап қойған уже фоным бар. Соны қазір көрсетейін сіздерге. Міне плюсті басамыз да, міне фон бар. Таңдап қойдым мен. Міне көрдіңіздер ме? Енді мен бұған не істеймін? Бұған мен музыка іздеймін. Мен бұл музыканы заранее уже тауып қойғанмын. Қақын таптым десеңіздер, Инстаграмда тауып алдым. TikTokта да бар ондай музыкалар. Мысалы, мына видеоны қараңыздар қазір. Міне қазір видео болсын. Түсіндік қой, то есть осындай видеоны, осындай трендтағы видео қазір өте қатты популярны болады. Мысалы, мынау Бека Брези деген екен, просмотры 137 мың просмотры болған. Ноябрьде салған екен. Ойлаңызшы. Енді Бека Брези өзі танымал кісі, бірақ егер сіздер де осындай видео салатын болсаңыздар, сіздердің де просмотрларыңыз кәдімгідей охват көтеретін болады. Потому что алдында Телепорт Pro Max'ында бастапқы сабақтарында мен студенттер маған жазды. Уже кәдімгідей охваттары көтерілген жазды маған. Таң қалдым, қуанып қалдым бір жағынан. Все, мына картинка бізге керек емес. Музыкасын аламыз да жаққа апарамыз. Міне байқасаңыздар, музыкада именно мына жерде волнасы үлкен болып тұр. Яғни осы жерге бізге не істеу керек? Бағанағы болған картинка ауысқан момент біз осы жерге қоямыз. Кеттік, сонда таңдайық. Так, енді мынау фонды, PNG-сы артындағы жоқ картинка, менің картинкам, және де мынау тұрған фонды екеуінде жоғары шығарамыз. Жоғары шығару үшін біз слой арқылы микшермен шығарамыз. Міне. Егер де сізде Android болса, онда сіз оверлей арқылы шығарасыз жоғарына, үстіне қарай, слойға. Так, мынаны қазір кескен жерімізді қоямыз, дәлдеп аламыз сол жерге. Енді музыканы қараймыз. Музыка бізде примерно міне мына жерден басылады екен, 5 секундтан кейін бақ басылады екен. Бізге не істеу керек? Онда мына скоростьті көбейтеміз. Скоростьті көбейтеміз. Мен мынау кадрды специально именно осы кадрды 60 кадрмен түсірдім, чтобы маған видеома замедление беру үшін. То есть мен білдім, что секретімді білдім ғой. Яғни маған секрет моментте маған видеоға замедление керек. Сол үшін мен именно осы жерді таңдап алдым. Түсінікті ма? Кетті енді музыканы қайттан көрейінші, қай жерде екен? Мен именно осы жерде екен. Так, мен енді әлі секіріп үлгермедім. Сол үшін маған басын кішкене қию керек.
Так, музыкантты кішкене басын қиямыз. Көрдіңіздер ме? Әлі секірмегенмін. Давайте пока фонды не ала тұрайын. Фонды пока ала тұрамыз неқа. Так, міне келдік. Былай қараса негізде өте оп-оңай сияқты, бірақ кішкене осындай заманочный ішінде нелері бар, но кейін видео уже өте эффектно шығатын болады сіздерде. Мен яқта секрет кейме, ал менде музыка уже неққа кетіп қалып дұрыс па? Сол үшін мен істеймін, мына картинканың бас жағын кішкене кесеміз. Подгон жасаймыз осылай. Міне келді, секірді. Именно қазір көрейік қақта секіргенімізді. Міне секірдім. Енді мен тұрған бағанағы тұрған картинкамды мына жерге алып келемін, дәлдеп өзіме. Көрдіңіздер ғой, міне. Именно қолдың положениясын барлығымызды қарау керек, бәрі дұрыс тұрған жоқ па? Все, бәрі дұрыс. Қараңыз енді мен размерім кішкене сәйкес келмей тұр. Мен істеймін. Мына тұрған картинкамды кішкене кішірейтеміз де, мынаған алып келеміз. Так. Чуть-чуть былай қоямыз. Енді оған размері қатты идеальный келуі міндетті емес. Міне осы жер екен, как раз мен осы жерден істеген екен. Міне енді тура келді. Көрдіңіздер ме? Тура жапты. Прямо в точь-точь болды. Все. Мына жерден астын кесеміз, міне. Міне кесілді. Картинкамызды тура осы жерге алып келеміз. Мына жерден кесеміз. Түсіндіңіз ғой? Анеде видео бітті, менде міне видео бітті, фук, картинка басталды. Түсінікті ма? Енді астына бізге бағана фонд алып келеміз. Міне біздің фонымыз мына жақта тұр. Фонд аламыз да, мына жерге бағана именно менің тұрған секрет моментке алып келеміз. Сонда бізде артқы фонда міне былай тұрады. Мынаны қазір фонды мен бүкіл экранға созайын. Бүкіл экранға созу үшін можно вот так сразу созуға болады. Или автоматически бірден, ну CapCut болса сіздер үст созасыздар. Ал видеолип болса, трансформға кіреміз да, заполнить басамыз, бізде автоматически бірден фонымыз өзіміз қалпына келеді. Так, енді кеттік. Міне келді. Музыка айтып атты. Примерно давайте 3 секундтай болсын. Осы 3 секундтай болғаннан кейін қайтадан түсеміз міне. Түсіндік қой? Мен үстіндегі тұрған PNG форматтағы өзім картинкамды созамын 3 секундқа. Енді бұған давайте артына бір не берейік, анимация берейік, чтобы тоже динамика болсын. То есть маған керек, чтобы мен картинкам былай жүрсін да міне. Түсінікті ма? Сол үшін мына картинка кішкене бас жағын былай алып келем. Мына жаққа мындай кнопка бар бізде, керемет. Ключ деген кнопка бар. Ключқа басамыз. Одан кейін тағы да бір рет басамыз да, мен тұрған картинкамды мынаны кішкене былай жылжытамын. Сонда менде ол бүйтіп жылжитын болады. Қараңыздар. Түсіндік па? Все. Картинкамызды полностью алып алдық. Видеомыз тура барлығы тура под музыку кесілді. Енді міне қайтадан картинка бітті. Мен қайтадан өз қалпына келемін. Именно осы моментте көрдіңіздер ме? Міне переход кетті. Осы жерде кесіп жібереміз. То есть ойлаңызшы, сізде мына жерде бір видеода бірден екі переход болады. Біріншісі сіз обычно келдіңіз, секірдіңіз, қатып қалды, аниме болды, анимеден шықты. Түсіп бара жатқан жерде екінші переход басқа локациядан шығасыз. Осылай переходтарды күшті уже фантазияға байланысты уже ойната берсеңіздер болады да. Ешқандай бұл жерде проблема жоқ. Любой сіздердің өздеріңіз қалаған фантазияға. Тек қана шектеу ол вот мына жерде айтамын ғой, постоянно шектеу миымызда ғана да. Сол шектеуін алып бәрін алып тастау керек, вообще қудырту керек. Мобилография именно осындай қудыртуға, охват жинауға өте керемет сала. Вообще без ограничения. Мына жерде былай келеді міне. Именно осы жерді алып қиямыз. Все, мынаны алып тастаймын, маған керек емес. Енді тағы да бір көрейік. Келді, фук түстім и былай қарай келдім. Көрдіңіздер ме қалай кеткен переходын? Міне, все. Қайттан келеді, мына ар жағын жауып жібереді. Как раз музыкада бітеді и мына жақта жабылады тоже. Все. Басынан бастап бір көп шығайық. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Болды. Поняли, да, чуваки? Ең соңында кішкене қараңғылау болмай тұр. Оны істейміз. Қараңғылау үшін мына жерді аламыз. Ключ қоямыз. Нерге апарып ключті қоямыз. Ключмен жұмысты сіздер білесіздер. Оны қатты түсіндірген қажет жоқ. Все. Қараңғылау жерден сонда бізде фук қап-қара болып қалады. Енді тағы да бір момент бар неде. Енді бұл видеоны бізге кішкене әдемілеу қылу керек. Бір мына жер болған кезде мына дың еткізіп дірілдеу керек картинкамыз. Оны қалай істейміз? Мына жерде керемет кнопка бар. Помехи деген бар. Помехенің ішіне RGB-ға кіреміз да, кішкене ішіне вибрация береміз біздің картинкаға, именно переходқа. Мына жерге вибрация береміз.
вибрация береміз да, и мына жақтан тура ортасында вибрация аламыз да, кішкене көбейтеміз. Сонда біздің картинкамыз дірілдейтін болады. Бір көріп жүрейік қалай болатын. О, дірілдеп барды, все. Енді все, біздің видеомыз дайын. Видеомызды не істейміз енді? Бояймыз. Видеоны бояу үшін мына жерде мынандай керемет кнопка бар. Фильтрға басамыз да, бүкіл экранды бүйтіп бояй саламыз. Бүйтіп. Міне. Кіреміз пресетке, біріншісін, екіншісін бай, өзін қалаған таңдайсыздар. Любойын. Мысалы, мен уже бір мен екін таңдамайын, потому что барлығы оны біледі. Сол үшін сіздерде де ерекше болу үшін, давайте басқашаларын таңдайық кішкене әдемілеуіне. Міне. О, мына более-менее екен. Все, осыны таңдаймыз. Все, сохранитті басамыз. 1080, 24 кадр. Сохранение кетті. Все. Енді бұған біз не істейміз? Бағанағыда бізге жаңбыр беру керек, дождь. Давайте видеолиптің ішін көрейік. Қазір стикердің ішінде дождь деген не болатын болса, футаж болатын болса, онда керемет болады. Так, дождь. Так, примерно бар екен сонда стикерлер. О, миллион ғой жерде. Видеолипта CapCut'та, именно CapCut'та осындай стикерге өте бай, өте мықты приложение CapCut үшін. Мықты прямо. Так, давайте бітейік. Нам біріншіден да көрейік мені. Көріңіздер ғой, мені. Именно бетеміз да, бұны біз мына жаққа тағамыз. Чүк. Қазір. Бізге именно дождь тек қана осы жерде ғана керек та. Мынаны үлкейтіп жібереміз картинкамызды. Все. Бір көрейік мені. Ну, онша болмай қалды, я. Мультяшный болып қалды. Слишком өтірік бүгіт. Давайте. Все. Мұндай дешеу қалмай қойып. Мынаны көрейік. Мынаны бір көрейік. Созамыз тағы да. И мынаны бүйтіп жіберейік. Мысалы, например. Қалай болатын көрейік екен. Без проблемін көріңіздер ме? Все. Без проблемін көріңіздер ме? Мынандай да болады. Давайте тағы да бір нені көрейік, эффектін көрейік, тағы да бір дождьты көрейік. Или давайте не көрейікші. Например, снег. Мені қарларда бар екен неше түрлі. Так, мынаны көрейік. Ашамыз, үлкейтеміз, по центру қоямыз. Так, берге қалып келеміз, әдемілеп дәлдеп көріңіздер, дәлдеп. То есть каждый мелочьті істесеңіздер, сіздердің видеоларыңыз бір көрейік қалай болатын. Видеомыз дайын. Более-менее болды. Фу, қайттан кетеді. Все, достар, мін, видеомыз дайын. Сохраняем. Сақтаймыз. Так. Вот, получилось. Все, готово. На ночный крем. Керемет, достар. Все. Түсінікті ма? То есть уже бір біздің сабағымыз осымен бітті. Сіздер де осы сияқты переходтарды өздеріңіз любой уже сіздердің қиялға байланысты істей бересіздер. Именно бұл жерде фишка не? Просто так бет келе жатып қатып қалу емес ол жерде. Именно келе жатып бір секіресіздер, лақтырасыздар, құлайсыздар, қолдарыңызға бір қылыш алып бүйтіп ойнайсыздар ма? Именно сондай моменттерде бір биткен сияқты моменттерде бір сөзді именно скриншот істеп қатырып қою керек та. Сол кезде сіздерде эффектно болады. Ашын просто бүйтіп келіп, бір жерге отыра салып деген болмайды достар ондай. Сол үшін эффектно шығу үшін сіздерде именно эффектно бір сондай бір движение істеу керексіздер, білмеймін. Секіріп қалып, аяқтарыңыз көтеріп қаласыздар ма, секіріп, бит секіріп жібересіздер ма? Ну, любой нәрсе болады ол жерде. Главное, бір динамика болу керек та, чтобы сіздерде сондай переход болу үшін. Сол кезде сізде осындай керемет шығатын болады. Түсіндік па? Достар, енді осымен біз Teleport Pro Max курсымызды аяқтаймыз. 8 сабақтың барлығы бітті бізде. Сіздерге керемет курс болды деп ойлаймын. Енді арасында сабақтар кішкене кешіктірілді. Мен оған кешірім сұраймын. Но
Оның барлығын мен сіздер үшін істеп жатырмын, чтобы сіздер ең болмаса да хотя бір сабақты сіздер жоқ дегенде 10 күн оқып, әдемілеп, жақсылап, оны қайталап, и одан кейін уже күшті опытпен істеп бересіздер да. Ал потом уже сабақтың барлығы бірден бәрін беріп тастасам, сіздер барлығын бірден көріп тастайсыздар. Соответственно, сіздер әр сабаққа бір ғана видео істейсіздер да, сонымен тоқтап қаласыздар, болды, аға дамымайсыздар. Адам даму үшін именно бір берген жаңағы нені, қалай айтсам екен, сабақты немесе бір берген техниканы сіздер ең кемінде 20 рет 30 рет қайталау керексіздер. Мысалы, мына қазір 8-ші сабақ шықты ғой, ол 8-ші сабақты сіздер жоқ дегенде бір апта бойы күніге ең кемінде 2 түрлі стиль істеңіздерші, сонда сіздерде уже бір аптада 14 видео болады. Ал сіздер 14 рет түсіріп, 14 рет монтаж жасағаннан кейін болды, уже сіздердің қолдарыңыз үйренеді, уже профессионал боласыздар. Түсінікті ма? Сол үшін давайте мына видеоны істейік, мені белгілейміз, Teleport Pro Max'ты белгілейміз, и мен сіздерді ең әдемі шыққандарымды өзім ішкі таңдап, өзім сторисқа бөлісетін боламын. Жақсы ма? Достар, ендеше давайте қоштаспаймыз. Келесі тағы да өзім жаңа курстан кездесетін боламыз. Енді бұдан кейінгі менде курс тағы да қазір 2 курсым бар. Оны мен қазір сабақтан толық жазып жатырмын. Cinematic курсы. Ол жерде бізде видеомызды киношный стилде түсіру, яғни клип, love story, кино стилінде түсіру үйретемін. Оның ішінде полностью уже видеолип болмайды, видеолип те болмайды, CapCut те болмайды. Басқа специальный приложение бар, монтаждайтын, соны көрсететін боламын. Ол яғни уже ол профессиональный уровень болады. И одан кейін барып түсіретін кезде тоже обычный там камера емес, телефон камерасы емес, телефонның ішіндегі тағы басқа отдельный приложение бар, керемет профессионал түсіруге арналған. Сол приложение туралы мен сіздерге уже Cinematic курсын үйрететін боламын. Одан кейін екінші курс тағы да бір курс шығарамын. Ол жерде менде ракурс деген курс болады. Яғни ракурс деген ішіне қазіргі трендта болып жатқан андай переход емес, именно ракурстарды көрсетемін. То есть телефон қалай ұстау керек? Былай ұстаймыз ба, бүйт ұстаймыз ба, сондай фишкалар көрсетемін. Трендтағы әдемі ракурстарды сол ракурс курсында үйрететін боламын. Так, достар, давайте онда все. Осымен қоштасайық. Келесі курста, келесі сабақтарда жолыққанша сау болыңыздар.